Жүрегінде жалын бар, шырқар әсем әні бар, сүйкімді нұр сәні бар, бойында ақыл ары бар. Ізетті де инабатты, білгірде талантты, кішкентай достар, үлгілі балалар кітапханасына қош келдіңіздер. Бала тілі бал бағдарламасы қызықты сұрақ жауап арқылы өтеді. Бағдарламамызды бастамас бұрын бізді көріп отқан балаларға жақсылық тілейік, кәнеки. Арайлап таң атты, алтын сәуле таратты. Қайырлы таң балалар, қайырлы таң достарым. Жақсы, ал енді балалар, бір-бірімізбен танысып алайық, Ал атыңды айта ғой. Менің атым Кәмшат. Менің атым Бекарыс. Өте жақсы, Кәмшат және Бекарыс. Неше жастасыңдар? 7. Өте жақсы. Неше сыныпта оқисыңдар? 2. 2-ші. Сабақты жақсы оқисыңдар ма? Иә. 5 пен 4-ке оқисыңдар ма? Жоқ, неде 4 жоқ, только 5. Иә, сенде ше? Менде 5. Мұғалім апайлардың аты қалай? Гүлстан Қайыржанқызы. Аты жөні. Өте жақсы. Аты жөні Гүлстан Қайыржанқызы, иә? Қазір біз қайда отырмыз? Кітапханада. Кітапханада. Кітапханаға не үшін келеміз? Оқу үшін, білім алу үшін, Жақсы. ертегілер білу үшін. Жақсы. Және ертегілер оқыңыз, қызықты білімдер біліп отырып оқимыз. Тағы кітапханада қызықты ойыншықтар да бар. Өте жақсы. Кітапханада өте қызықты, иә? Достарымен келесіңдер ма? Иә. Кім сендерді ертіп әкеледі кітапханаға? Анам, әкем, көкем, тағы да мен ініммен келем. Жақсы. Сен кіммен келесің? Мамамен, әкемен, ағамен. Бірінші рет кітапханаға кіммен келдіңдер, естеріңде ма? Анамен. Аналарымен келдіңдер, иә? Жақсы. Ал енді балалар, біздің кітапханада қандай кітаптарды оқығанды ұнатасыңдар? Мен Қасқыр мен Жеті лақ. Қасқыр мен Жеті лақ ертегісін оқығанды ұнатасың, иә? Бұнда түрлі қызықты суреттер бар, иә? Мұнда тағы да Жеті лақ бар. Тағы да мұнда Қасқыр бар, күшті болады. Жақсы. Қызықты ертегі, иә? Ұнады ма саған? Иә. Жақсы. Сен ше қандай кітап оқисың? Мен қазақ халық ертегілер оқимын. Өте жақсы, жарайды. Ол жерде диск бар, неше түрлі ертегілер бар. Жақсы. Сен тыңдайсың, иә? Бұл көрмейсің, тек қана тыңдап отырасың, иә? Диск арқылы, аудио диск, иә? Жақсы. Жақсы, қызықты екен. Басқа да балалар осы кітапты алып тыңдайды деп ойлаймыз, иә? Мен де осындай кітапты оқуды ұнатамын. Жақсы, тамаша. Кітап туралы өлең білесіңдер ма? Мен білемін. Тақпақ немесе? Сүйемін, мен кітапты оқимын және тұрақты. Сондықтан да көп қоям, неге және сұрақты. Өте жақсы. Өзге тілдің бәрін біл деген қадір атамыз. Орыс тілі, шет тілі, қызығына батамыз. Өте жақсы, тамаша. Ал туған жер, отан, бірлік туралы мақал-мәтел білесіңдер ма? Иә. Айта ғой. Туған жерде жер болмас. Туған елде ел болмас. Отан, сен кезектесіп айтайық. Отан да ыстық. Бірлік болмай, тірлік болмас. Жақсы. Мен сендерге жұмбақ жасырайын, сендер жауабын табыңдар, иә? Ал кеттік бірінші Бекарысқа, иә? Жұмбақтың жауабын таба ғой. Ол бәріміздің үйімізде бар. Ол 4 бұрышты, түсі қара, оның басқаратын тетігі болады. Біз одан көптеген бағдарламалар, мультфильмдер көреміз және кино қараймыз. Ол теледидар. Теледидар, жақсы. Ана жаққа балаларға қарай ғой, иә? Камераға. Жақсы. Ал енді келесі Кәмшат жауабын таба ғой.
Ол қазір көптеген үйлерде бар. Ол 4 бұрышты теледидарға ұқсайды. Біз одан көптеген мәліметтер аламыз, ойындар ойнаймыз. Ол арқылы ғаламторға шығамыз. Оның тышқан деп аталатын құрылғысы бар. Ол не бізде? Компьютер. Компьютер. Жақсы. Келесі Бекарыс, тыңдай ғой. Ол байланыс қызметі. Бәріміздің үйімізде бар. Ол шырылдаса, көтереміз, онымен ағайындармен, достармен сөйлесеміз. Бұл не? Ұялы телефон. Телефон. Жақсы. Келесі Кәмшат. Ол жүреді. Оның біздің папаларымыз жүргізеді. Ол жанармай арқылы жүреді. 4 дөңгелегі бар. Түстері әртүрлі. Бір жерге барсақ, оған мініп барамыз. Машина. Өте жақсы. Біздің балалар өте ақылды, я? Үй жануарларының төлдерін табайық, я? Ал кәнеке кеттік. Ал ат? Қоян. Жақсы. Сиыр? Бұзау. Ешкі? Уақ. Түйе? Бота. Қой? Қозы. Қозы. Шошқа? Торай. Торай. Өте жақсы балалар. Осымен біздің бала тілі бал атты бағдарламамыз аяқталды. Қазақ халқы бала тілі бал деп босқа айтпаса керек. Әрбір баланың өзінің тәтті тілімен, сөзімен, іс-қимылымен әр бала тәтті, я? Ал енді балалар, келгендеріңізге көптен көп рахмет. Қош, сау болыңдар балалар.